Қай заманды алып қарасақ та, дамудың басты кілті ғылым, мемлекеттің басты бағыттарын бірі осы саланы дамыту болғандықтан, жас ғалымдарды қолдауға аса көңіл бөлініп отыр. Бүгін елордада кішкентай өнертапқыштардың басын қосқан ғылыми жобалар көрмесі өтті. Әріптесім Сымбат Серікқызы ең үздік өнертапқыштар мен химиялық шоулардың куәсі болып қайтты. Газ шығып не су ағып тұрған бірден сезіп, дабыл қағатын ақылды үй, ота жасай алатын робот, кептеліс тудырмайтын көлік тұрағы. Бұл мектеп оқушылар жасап шығарған ғылыми жобалардың аз ғана бөлігі. Кішкентай өнертапқыштардың тың идеялары бүгін оқу-ағарту министрлігі мен білім басқармаларының өкілдеріне таныстырылды. Енді аталған жобалардың қолдау тауып жүзеге асырылатынына сенім мол. Интерактивтік көрменің үзіндісін көріп отырсыздар. Бұл көрмеде біз ең үздік деген танылған деген ғылыми жобаларды көрсетіп отырмыз. Балалар презентациясын өткізіп жатыр. Кішкентай балалардан бастап үлкен сынып оқушыларға дейін бәрі осында қатысып отыр. Елордалық жас зерттеушілер көрермендерді адамзатқа пайдасы мол өмір сапасын жақсартатын ғылыми жетістіктерімен тәнті етті. Мәселен, 8-ші сынып оқушылары құрастырған бұл робот берілген команданы қалтқысыз орындайды. Оны темір, ағаш, көлік өңдейтін зауыттарда ауыр салмақты жүк тасу үшін қолдануға болады. Тіпті жеңіл ота түрлерін жасауда медбикенің ассистенті болуға да әзір. Бұда 3000 мегабайт, 3 килобайт болады. Памяті сонша. Бірақ басқарып осы бір нәрсені көрсетсе, соны арғай өзі істей береді. Сондай-ақ бүгінгі ғылым қызметкерлері күн аясында елімізде шахмат челленджі өтті. Шараға 7000-ға жоқ мектептің миллионнан астам оқушысы мен колледж студенттері қатысты. Балалардың төзімділігін, шыдамдылығын, өзі шахмат ойнағанда қарсыласына деген сыйластығын тәрбиелейтін спорт түрі. Сондықтан осыны біз бүкіл Қазақстан бойынша ұйымдастыру себебіміз әрбір бала ойнайтын балалардың саны көбейе берсін деп, бала мен бала, мұғалім мен бала бәрі ойнап жатыр. Және өздеріңіз көрдіңіздер, министр да ойнады, қала білім басқармасы да ойнады оқушылармен. Сондықтан бұның өзінің тәрбиелі үлкен мәні бар. Астана дарыны орталығы мен білім басқармасы интерактивті көрмені осымен екінші рет өткізіп отыр. Келесі жылы оны өзгеше форматта ғылымдағы дебют атаумен республикалық деңгейде ұйымдастыру жоспарда бар. Сымбат Серікқызы, Әліби Жүніс, Америбатов, Атамекен бизнес.